бөлім. Бұл оқиғаны жазбас бұрын көп ойландым. Бірақ жігіттерге сабақ болсын, және ұлы бар аналар осы әңгімеден соң ой түйсін деген мақсатпен жазып жатырмын. 2013 жылы тұрмысқа шықтым. Тойымызды ел қатарлы тойлап жаттық. Сол тойда көзге ерекше түскен көздері ботадай сұлу қыз билеп жүрді. Жасы менімен шамалас. Күйеуімнің құлағына сыбырлап, «Ана қыз кім?» Менің туыстарымнан емесі анық деп сұрадым. Күйеуім: «Ол менің қарындасым. Әкемнің қарындасының қызы болып келеді» деді. Қуанып кеттім. Қайынсіңілі болды ғой деп. Одан кейін ол қыз мамасымен үйге келгенде тағы көрдім. Бір қарағанда ақ ол қызға қарай бергін келеді. Сондай адамды еріксіз тартатын түрі, қылығы бар. Атам әлде қашан дүниеден кеткен. Атамның қарындасы да жесір атанған екен. Жесірдің етегін жел көтерер, жел көтермесе ел көтерер деген бабамыз айтып кеткені қаншалықты рас екенін білмеймін. Десе де менің енем де, қайынсіңілісі де өмірден қанша соқпақ жолдан өтсе де арын ешкімге таптатпаған қайсар аналар еді. Менің енем 4 баламен, қайынсіңілісі 2 баламен қалды. Екеуі де 2 әулеттің ұрпағын жеткіземін деп күні түні жұмыс жасап жүрді. Көзіммен көргенім 2 әулетте жесірлерге бірде-бір рет көмектесіп, үй қылмады. Әрбіреуі өз отбасын ойлаған туыстар. Жеңге, қайнапалары үнемі сырттарынан өсек айтып, күйе жағуға алдынан жан салмайды. Жалғасы бар. 2 бөлім. Арада 1 жылдай өтті. Атамның қарындасын, оның 2 баласы барын, олармен араласып танысып алдым. Мерекеде көрісіп, бір-біріміздің үйімізге барып тұрдық. Қайынсіңілім соңғы кезде өте мұңды. Ешкіммен араласпайды. Сөйтсем жүкті екен. Бірақ оны өмірден өткенде ғана бірақ білдік. Оқуын бітіріп, жұмысқа тұрған қайынсіңілімді жігіттер жағы мазалап жүріпті. Өзіне ұнаған жігіттің қолынан ұстаған ару, бақытты еді. Өйткені ол жігіт алғашқы махаббаты болды. 2 ғашық ұзақ уақыт кездесіп жүрді. Өзіне ессіз ғашық екенін білетін жігіт, қызға қалағанын жасап, төсекте бірге болады. «Жаным, мен саған құда түсіп барамын, енді біз бір отбасы боламыз, сен менің сүйікті әйелім боласың. Ертең не, қазір не, біз енді ерлі зайыптылармыз» деген секілді сөздерімен жас қызды арбап торына түсіреді. Қыздың анасы үйге қуанып келіп, «Ал қызым құтты орнына кеткелі жатыр. Жігіті дайындалыңдар» деп айтыпты. Қызыма жасау жасаймын деп көздері жайнап, жақсы жаңалығына бәріміз қуанғанымыз бар. Содан енем екеуі ақылдасып, ананы мынаны алатын болды. Көрпе тігуді бастап кетті. Алғашқы қуанышы болғандықтан қарызға батып, ештеңесі жоқ демесін деп барлық дүниесін дайындап қойды. Бұл жасауды көрген біздер аузымыз ашылып қалды. Бұндай қыз жасауын бай адамның өзі жасамас сірә. Жалғасы бар. 3 бөлім. Енді ұзату күні қашан деп қыздан сұрай бастадық. Сол кезде ол қыз мазасызданып қайта құсып жүрді. «Мені әзірге мазалаңыздаршы». Сосын деп ешкіммен сөйлеспей бөлмесін шықпайтын қызға анасының көңілі алаңдап, уайымдай бастады. Солай жүргенде жалғыз ұлы аяқ астынан келін әкеліп, қыздың жүктілігін ұмытып кеткендей болдық. Келініміз 17 жаста, баламыз да 18 жастағы бозбала. Анасының келін көргенін қалады бәлкім. Байғұс ана қуаныштан бал-бұл жайнап жүрді. Жас болса да келініміз өте ибалы, жаны таза екен. Оны 10 жыл бойы дәлелдеп көрсетті. Бас идім ол келініме 2-ның бірі олай жасай алмасына көзім көріп жүр ғой. Келініміздің сыпайылығына көз тоймай жүргенде, қайынінім түрмеге түсті деген суыт хабар келді. Шағын қалай еді? Бозбала оқу-оқымай жастайынан қара жұмыс жасап жүрген. Жұмысы жігіттер болып үйдің батпағын сылау, фундамент құю, шатыр жабу, туалет қазу сондай жұмыстар. Қара жұмыстың барлығын талғамай жасайды. Солай үй ішін асырап отырған 18 жастағы баланы бір сәтте қауіпті ұры қылып шығарды. Бірде бір байдың үйінде туалет қазуға жұмысқа барады. Күндегідей тірлігін бітіріп, ақшасын алып кетеді. 3 күннен соң әлгі байсымақ полиция ертіп, жас баланың қолын қайырып, кісендеп әкетті. Ештеңені түсінбей анасы мен әйелі жылап қалды. «Балам не істеді? Неге әкеттің?» деп сұрағанда, жұмыс жасаған үйдің ақшасын ұрлапты және сол үйдің асыл тұқымды итін өлтіріп кетіпті. Ұлыңыз соған күдікті деп әкеткенде анасы есінен тана жаздады.
Жалғасы бар. 4 бөлім. Бір күннің ішінде у-шу болып не істерімізді білмей, шулап қалдық. Бәрінен де адвокат деген адамды табу қиын болды. Табылды, бірақ ақшасын көп сұрайды. Десе де үстінен арыз жазған байдың таныс тамыры, сот студиясындағы прокуратура соның адамдары болып шықты. Ақша билеген заманның тағы бір дәлелі осы оқиғада болды. Байғұс баланы ұрып соғып, сау жерін қалдырмаған. Қалай қинағаны белгісіз, бала бәрін өзім істедім деп мойындап тұр. Даусы дірілдей, көздері жасқа толып еріксіз мойындап тұрғанын соқырда сезетін еді. Әлгі арсыз бай, баланың 10 жылға кетуін талап етті және ұрлаған ақшаны қайтаруды талап етті. Қанша шырылдаған ананы, шыбын құрлы көзге ілмеген өңшең сорлылардың әлемінен жазықсыз жан байдың итін өлтірген үшін 10 жылда арқалады. Қарыз үшін қара шаңырақты сатқан ананың көз жасынан қорықпаған әлгі байсымақ, қарызымды түгел өте деп күнде мазасын алды. Үйсіз қалған апа келініне ақ батасын беріп төркініне жіберді. Қызымен біздің үйде паналады. Бірақ кәдімгідей қысылып ұялатын еді. Тамаққа тәбеті жоқ. Көзінде тек мұң. Не де болса қызымды ұзатып, құтты орнына жіберейін деген ана қызынан. Қашан кетесің деп сұрап еді. Қызы теріс бұрылып жылай кетті. Байғұс ананың жүрегі онсызда әзер шыдап жүргені. Жарығым-ау, не болды айтшы. Бәрі дұрыс болар деп іштей жүрегі қан жылап тұрса да білдіртпеуге тырысып жатыр. Жалғасы бар. 5 бөлім. Жылауын доғарған қызы. Апа, мені кешірші. Мен шалыспастым. Көр соқыр болдым. Кешірші апа деп анасының қолын алма кезек сүйіп жатты. Апа, ол жігіт мені алдады. Мен жүктімін. Енді не істерімді білмей жүрмін апа. Сізді қара жерге тықтым ғой. Кешірші апа. Үнсіз егілген анасы. Жігіттің адресін айтшы. Мен бар жағдайды айтқан соң бір отбасы боласыңдар. Басы қатты болса, соңы тәтті болады деп қызын жұбатып жатты. Сәлден соң қызды ертіп алып әлгі су жұқпас жігіттің үйіне кіріп барды. Амандасып келген жағдайды айттық. Сонда әке шешесі. Қайдағы бір жесірдің қызын келін қылатын жайымыз жоқ. Оның үстіне бүлінген екен. Ары таза, намыс дегенді білетін болса, бұлай үйімізге келмес еді деп әкесі сөздің тоқетерін айтты. Байғұс ана шырылдап жігітке тізерлеп. Қызымды алшы. Ішіндегі сәбидің обалына қалмашы. Сенің ұрпағың ғой. Өзің куәсің ғой. Өз балаң екеніңе деп жалынып жатты. Әкесі анадай сөз айтқан соң ұлы не десін? Менен екенінен увернісіз ба? Көрінгеннің қойнына жата берсе, конечно жүкті болады. Басымды қатырмаңдаршы деп бұрылып кете барды. Жалғасы бар. 6 бөлім. Апа тұрыңызшы, жүр, кетейікші деп қызы намыстан жылап тұр. Орнынан қозғалуы қиындаған анасы, өксігімен өзегі өртеніп жатса да, сабырлы мінезімен. Алла бәрін көріп тұр. Ешкімді қарғамаймын. Қарғыс айтсам, өз ұрпағыма кесірі тиеді, аман болыңыздар деп сүйретеле ол үйден шықты. Жол бойы жақ ашпай келді. Үйге келген соң қызын отырғызып қойып. Жаным, қызым, сен еш уайымдама. Мен жұмысқа шығамын. Кішкене шыдасың, пәтерге бөлек шығамыз. Алла тағдырыңды осылай жазған екен. Көндік, бұл сынақтан да бірге шығамыз. Әлі ақ бөпеңді қолыңа алып бақытты боласың, өзім бағамын тұңғыш немеремді. Деп жұбатып жатты. Мына сөзді естіген қызы. Апа, бұл сөзіңді енді естігім келмейді. Ештеңе айтпашы. Бәріне кінәлі менмін. Менің кесірімнен әлгі жексұрынның алдына тізе бүгіп қор болдыңыз, әбден сізді қинадым-ау. Інімді емес, мен оның орнына түрмеге отырғанымда ғой, апа. Деп көз жасына ерік берді. Түш, олай демеші. Бәрі де өткінші. Енді олай айтпа деп анасы қызын құшағына соңғы рет алған күн болды. Таңертең ұйқыдан тұрғанда қыз жоқ. Жан ұшыра іздедік. Ескі мал қорада денесі суып кеткен, әлдеқашан асылып қалған. Әттең. Анасы көрмей тұрып, жіптен босатып алдық. Байғұс ана ботадай боздап. Ботам-ау, көзіңді ашшы, бұлай мені тастап кетпеші деп суық денені құшақтап жылап жатты. Бұл оқиға анасына ауыр соққы болды. Бір баласын тірілей айырылса, екінші баласынан мәңгілікке айырылды. Әз
Жалғасы бар. 7 бөлім. Ауыр қаза бәрімізді есеңгіретіп жіберді. Амал нешік? Байғұс ана бұғанда көнді. Бәрінен де келіні жанында медет болып жүр. Қайынсіңілісінің 40 боламын дегенше, енесінің жанынан бір сәтке кеткен емес. Енесіне мамалап, жыласа бірге жылап, ауырып қалса дәрісін беріп, келін емес, қызы секілді қамқорлық жасап жүрді. Қайынсіңілісінің 40-ын өткізіп болған соң келіні: «Мама, енді мен де сіздің қызыңызбын. Осы уақытқа дейін вахтада повар көмекші болып, ақша жинадым. Енді бірге бір пәтерде тұрайық. Сіздің ұлыңыз болса, менің асыл ерім. Соны бірге күтейік. Алла қаласа, ол шығамын дегенше үйлі боламыз» деп көзіндегі келіп қалған жасын шығармауға тырысса да болар емес. Міне адал келін енесіне осылай деді. Сонда енесі: «Келін шырағым-ау, жас өміріңді қор қылдым деп кейін өкінбейсің бе? Бақтыңды байлап, сенің налаңа қалғым келмейді» деп кемсеңдеп жылап жіберді. Келіні де бір бетке екен. Әйтеуір енесін құшағына алып, өзімен бірге тұруға көндірді. «Мама, мен үйге барып, киімдерімді жинап алып келейін. Сосын бірге пәтер іздейміз» деп енесіне ескертіп келіні үйден кетті. 1-2 сағатта келемін деп айтып кеткен. Сол күні оралмады, келмеді. Енесі күте-күте екі көзі 4 көз болғандай. Қайта мойнын бұрып есікке қарай береді. Телефон шалсақ өшірулі тұр. Құдағи мен құдасына да телефон шалсақ көтермейді немесе басып жібереді. Жалғасы бар. 8 бөлім. Байғұс ене әбден алаңдап мазасы кетті. Үйіне іздеп барайын десе, тағы ұялады. Сонымен біздер әлгі құдағайға басқа нөмірмен хабарласқанда телефон көтерді. Амандық саулық сұрап жатса, «Кімсің?» деп безілдеп қоя берді. «Мен сіздің құдағиыңыз боламын» деп еді. Телефонның арғы жағында тұрып қаһарын шашқан әйелге таң қалдық. Дереу телефонды сөндіріп қоя салдық. Бәріміз түсінгендей болдық. Байғұс ене келіні айтқан сөзге үміттеніп, кішкене болса да қайғысы жеңілдегендей болып еді. Сол күннен соң бөлмеден шықпай, іштен тынып жылап жүрді. Түрмедегі баласына да қайта баруға ақшасы жоқ. 1-2 рет барды. Біздер ақша жиып бердік. Одан кейін де жинап берген ақшамызды алмай қойды. Осы үйде тұрып жатырмын. Сендердің де бала шағаларың бар. Өсіп өніңдер, бірақ маған ақша жинамаңдар. Бала шағаларыңның несібесіне ортақтасқым келмейді деп берген ақшаны алмай қойды. Өзі сүйретіліп жүріп, біраз жерден жұмыс істеді. Десе де 2-3 күн стажировка деп тұрақты жұмыс қалмады. Базарда шағын бутиктердің еденін жуып, кішкене жұмыс жасап еді. Бастығы жылдам жұмыс жасамайсыз деп шығарып жіберді. Әйтеуір жұмыс жасауға келгенде бұл әйелдің жолы болмай ақ қойды. 9 бөлім. Арада 2 апта уақыт өткенде апаның келіні келді. Бет аузы көгерген іздері көрініп тұр. Келе сала енесін көріп жылай берді. Байғұс қызды туған анасы мен ағасы ұрып соғып, үйінде байлап ұстаған. Сонда ақша үшін туғанына жаны ашымаған. Сөйтсек құдағай арақ ішсе, ағасы есірткі шегеді екен. Үйіндегілер бұл екеуінен қатты қорқатын көрінеді. Мына қыздың тыққан ақшасын біліп қойып, тартып алмақшы болған. Бұл қыз ақшасын бермеймін деп таяқ жеген. Байғұс қызды үйіне қамап, ақшасы бар малшыға сатпақшыда болған екен. Тек әкесі ғана көмектесіп, үйден қашырып жіберіпті. Жинаған ақшасын жартысын ғана беріп, қалғанын тығып үлгіріпті. Енесіне бар жағдайды айтып болған соң: «Мама, тезірек бұл жерден кетейікші. Басқа қаладан пәтер іздейміз. Менің анам мен ағам таба алмайтын жерге барайықшы» деп жалынғандай болды. Асығып абдырап қалған енесі 1-2 киімін жиып, ала сөмкесіне салып үйден шығуға оқталып жатқанда, келіннің ағасы мен шешесі баса көктеп үйге кіріп келді. «Оңбаған қатын екенсің. Қызыңның басын жұтқаның аздай, менің қызымды ақша үшін қасыңа шақырғанды білмейді деймісің? Сен қыз, шық үйден. Мына қатынға жабысып қалдың ғой. Сені дуалап алған» деп аузынан бұлапыт сөз шығып жатыр. Ағасы да мінез көрсетіп еді. Туыстарға звондап үлгірген едік. Жетіп келіп нашақор ағасын орнына қойды. Туыстардың арасында үлкендеу, денелі, бұрын жігіттерді басқарған қайынағамыз болған. Соны таныған болу керек. Әлгі нашақор ағасын жеке шақырып алып бірдеңе деді. Оны ести алмадық.
Дереу айқайлап жатқан анасын сүйреп, шаңын көрсетпей жоқ болып кетті. Жалғасы бар. Соңы. Сол күні ене мен келін бір бәледен құтылғандай болды. Ұлы түрмеде жатқан қаладан пәтер жалдап, байғұс ана келіннің арқасында ұлымен айына бір рет кездесіп сөйлесіп тұрды. Байғұс келіні түрмедегі күйеуіне кіре алмады. Бұрын заңды некеге тұрып үлгірмеген еді. Заңды некеге тұрайын деп әріден адвокат іздеп жолдарын қастырған. Бірақ ақша құрғыр жетпей-ақ қойды. Ақша болғанмен тамыр-таныс тағы болу керек екен. Арада 5 жыл өткенде, енесі қызының басына келіп, Құран бағыштауға келген еді. Сол күні қызының мазарында жүректен кетті. Қанша жылғы іш құса болған дерт, ажалмен ұштастырды. Келіні жападан жалғыз қалды десе де бәріне шыдап, 2-3 жерде жұмыс жасап, тағы да ақша жиып, күйеуі түрмеден шыққанша үй алып алды. 10 жыл бойы күйеуін ханзададай күтіп, қазір бір ұлы бар бақытты ана атанды. Өзін осынша жыл күткен әйеліне жігітте дән риза. Тек өкінеді, анасы мен қарындасының жаназасына қатыса алмағанына. Бұл уақытта кезіндегі қызды жылатып тастап кеткен бейбақ мүгедек арбамен әкесі екеуі сүйретіліп үйге келді. Кешірім сұрауға келіпті. Өмірден өтіп кеткен соң келді. Енді кеш бәрі. Мүгедек жігіттің тілі күрмеліп, қыздың атын естіген сайын көздерінен жасы ыршып түседі. Ең қызығы бұл жігіт еш ауырмай, апатқа түспей, талма ауыр ұстап, сіңірлер тартылып қалған. Не жүре алмайды, сөйлей алмайды. Бірақ барлық сөзге түсінеді. Бұл бір Алланың берген жазасы болар.